ғазиз Зәзира Есен Шегірұлы Рақпаев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 7-ші сынып оқушысы. Мамандықтар әлемін ашамыз республикалық форумының жас биограф бөлімінің қатысушысы. Жетекшім Истлеуова Зәуре Нұрланқызы. Би адамның көңіл-күйін, сезімін, ой мен мінезін қимыл қозғалыс арқылы жеткізетін өнер түрі. Би музыка мен ырғақпен үйлесіп, көрерменге эстетикалық ләззат сыйлайды. Ендеше Сымбат би ансамблінің жетекшісі биші хореограф Венера Сыйыққызымен сұхбаттасайық. Сәлеметсіз бе, Венера Сыйыққызы? Сізге би маманы ретінде бірнеше сұрақтар қойып өтсек. Өз мамандығыңыз туралы айтсаңыз. 1995 жылы, 1999 жылдары өнер институтында хореография факультетінде оқып тәмамдадым. 1999 жылы ең алғашқы еңбек жолымды нөмір 42-ші Ақниет гимназиясында бастадым. Қазіргі уақытта сіз Сымбат би ансамблінің жетекшісі екенсіз. Соны нешінші жылы құрдыңыз және мақсаты қандай? Сымбат би ансамблінің ең алғаш рет 2005 жылы құрдым. Қазіргі таңда әлі жұмыс жасап жатыр. 2016 жылы халықтық атағын алдық. Мақсаты енді көптеген үлкен жетістіктерге жету. Қандай би түрлерін үйретесіз? Би түрлері эстрадалық, заманауи, классикалық, ұлттық, еркін тақырыптағы барлық билерді аламын. Қазіргі уақытта қанша оқушыға жетекшілік етіп жүрсіз? Қазіргі уақытта 50 шақты оқушы бар ансамбльде. Үйірмеге қабылдау үшін арнайы қабілет қажет пе? Балаларға үйірмеге қабылдау үшін әрине бірінші өзінің табиғи ыңғайлылығы, бірақ ең бастысы мен баланың ниетіне қараймын. Егер аздап икемі болса, сосын бастысы ол құлшынып тұрса сахнаға шығамын. Мен ол баламен жұмыстан аламын. Үйірмеге қатысатын оқушыларға алдағы уақытта арнайы жоспарларыңыз немесе жаңалықтарыңыз бар ма? Үйірме оқушыларына әрине жоспарларым бар. Үлкен әдемі қазақи нақышта киім тіктіру, набор етіп. Сосын бұлай байқауларға барып жүрміз ғой енді. Алматыға бардық, Астанаға бардық, Ақтауға бардық. Тағы да енді шетелге шығу арманымызда бар. Үйірменің жетістіктері туралы айтып өтсеңіз. Үйірменің жетістіктері 2005 жылдан бері көптеген байқауларға қатысып келеміз. Астанаға бардық, Алматыға бардық, Ақтауға бардық. Және осы аудандық Балдәурен, Даладарындары, жастарын барлық байқауларға қатысып келеміз. Лауреат атанып жүрміз. Бірінші, екінші орындар алып жүрміз. Бас жүлде алған кезіміз болды. Жалғасын тауып келе жатыр. Сұхбатыңызға рахмет.